Сәлеметсіңдер ме оқушы? Физика сабағыма қош келдіңдер. Бізде бүгін кіріспе сабақ болады. Физика ғылымы табиғаттағы заңдылықты зерттейді. Бұл ғылымның қамтитын аумағы өте үлкен. Кішкентай атомнан бастап ғарышқа дейінгі аралықты қамтитын өте ауқымы мол ғылым ары қарайда дами беретін болады. Физика негізгі осындай 6 бөлімнен тұрады. Ал біз ұбт тапсыруымыз үшін осындай тақырыптарды ұлттық бірыңғай тестілеу орталығынан беріліп қойған. Мұнда жаңағы 10 бөлім 25 тақырыптан тұрады. Біз осы тақырыптардың аясында сабағымызды ары қарай өтетін боламыз. Физикада міндетті түрде тәжірибе жасалынады. Себебі бұл жаңағы күнделікті біздің өмір тіршілігімізде болып жатқан шынайы заңдылықтарды зерттейтін болғандықтан міндетті түрде тәжірибе жасалады. Сондықтан тәжірибе жасау үшін бізге аспаптар қажет. Заттың ұзындығын өлшеу. Ол үшін бізге не қажет? Әрине, бізге жаңағы сызғыш, не болмаса метр деген аспаптар қажет, иә? Сондықтан біз міндетті түрде физикада аспаптарды қолданамыз. Неше түрлі аспаптар болады. Аспаптар болады және бірлік болады. Бірлік не үшін? Мысалы, кішкентай өлшем болса миллиметрмен аламыз, иә? Орташа болса сантиметр, одан үлкен болса мысалы метр, одан ары үлкен болатын болса мысалы қала аралықтарда біз километр деген бірлікті қолданамыз. Математикада біз 1-ге 1 тең деп жазамыз. 1-ге тең 1 деп. Бұл дұрыс болады. Ал физикада мысалы 1 сантиметр тең болады 1 метр деп жазатын болсақ, бұнымыз қайтеді қате болады. Себебі физикада не бар? Бірлік деген нәрсе бар. Мұнда 1-дің артына жазылып тұр. Екеуі де 1 деген цифр. Бірақ та бұл жерде бірлігі бар болғандықтан бізде қате болады. Мысалға, онда физиканың математикадан айырмашылығы ол бірлік. Сол жерден бізден көбінде балалар қате жібереді. Бірлікті айландырмай қояды, үлкен бірлікті кішкентай бірлікке, не кішкенесін үлкен бірлікке айландырмай қояды да, жауаптан да қате жіберіп қояды. Сондықтан назар аударуымыз керек. Және формула болады. Бұл не үшін? Мысалы, 100 километр жолға 2 сағат жүргенде бөлеміз дейміз да, біз жылдамдық деп жазамыз ғой мысалы физикада. Неліктен осылай әріптермен жазамыз? Мұны біз сөзбен жазамыз. Жылдамдық, иә, жылдамдық тең болады жол бөлінген уақыт деп жазатын болсақ, бізде көп уақытымызды алады. Және де біз қазақ тілінде жазып отырмыз. Дүние жүзі бойынша жаңағы қайтеді формулаларды қолданады. Мысалы, жылдамдықты B әріпімен, жолды S, уақытты time деген сөздің бірінші әріпімен белгілейді қысқартып. Бұл бізге қолдануымызға да оңай болу үшін және түсінікті болу үшін осылай жазамыз. Және осы формулаларды түрлендіріп жазуға да болады. Бұдан жаңа уақыт. Сондықта да өлшейтін аспабы әртүрлі. Сенің қолдануыңа байланысты. Мысалы, адамның денесін өлшейтін матадан жасалынған метрлер бар. Біздің күнделікті сабақта қолданатын сызғыш, иә, осындай. Ол екеуі де не? Ұзындықты өлшейтін аспап. Бірақ та ол қолдануына қарай әртүрлі болуына болады. Аспапта мынандай шкаладар болады, яғни сызықтар болады мынандай. Мұнда 1 сантиметр, 2, 3, 4 сантиметр деп берілген. Енді бұл жерде жаңа аспаптың құны деген бар. Ең кішкентай өлшемін біз аспаптың құны деп айтамыз. Бұл жерде жаңағы 0,5 миллиметр деп жазылып қойған, яғни 1 сантиметрді 20-ға бөлген, мұнда 10-ға бөлгенде 1 миллиметр болатын болса, миллиметрдің мұнда тең жартысы 0,5 миллиметр болады. Бұны біз аспаптың құны дейміз. Ал аспап мысалы ең көп дегенде нешеге дейін өлшейді? 30 сантиметрге дейін өлшейтін болса, бұл аспаптың жаңағы өлшеу шегі болады. 100 сантиметр бар деп жазамыз, иә? 1 километрде мысалға 1000 метр бар. 1000 метрде қанша сантиметр болады онда? Иә, әрине 100 000 сантиметр болады. 1 километрде онда 100 000 сантиметр болады екен. Онда бұл жерде бірдің артында неше нөл бар? 5 нөл. 1, 2, 3, 4, 5. Онда бұны біз бір көбейтілген, не болмаса 10-ның жаңағы 5 дәрежесі деп жазуымызға болады екен.
сонда бізде жаңағы 10-ның дәрежесімен жазылады. Бұлай көптеген нөлдерді жазып отырмау үшін біз физикада 10-ның дәрежесімен жазамыз бірліктерді айналдырған кезде. Бұл бізге жаңағы есепті шығарған кезде де көбейткенде, бөлгенде оңай болады. Кило дегеніміз онда 1000 деген мағынаны білдіреді. 10-ның 3 дәрежесі, яғни бірдің артында 3 нөл тұрғандықтан 10-ның 3 дәрежесі болады. Мұнда қараймыз, кило деп оқылады. К деп жазамыз, 10-ның 3 дәрежесі. Онда К деген кило деген 1000 деген мағына мысалы физиканың бірлігінде жазылады. Милли деген мысалы керісінше алу 3 дәрежесі болады. Алу дәреже дегенді қалай түсінеміз дейтін болсақ, керісінше біз кішкентай бірлікті үлкен бірлікке айналдырған кезде қолданамыз. Мысалы 1 метрде керісінше қанша километр бар десек, 1000 теңдіктің келесі жағына шыққанда бөлу болады. Сонда 1 бөлінген 1000 километр бар 1 метрде. Онда бұл 1 бөлінген 10-ның 3 дәрежесі километр деп жазылады. Тең болады 1-дің астындағы дәреже алу таңбалы болып жазылатынын математика сабағынан білеміз. Сондықтан 10-ның алу 3 дәрежесі километр деп жазамыз. Шаманың белгілеу әріпі бар және бірлігі бар. Өлшейтін аспабы формуласы бар физикада. Мысалы, қандай шама? Уақыт деген шаманы алатын болсақ, уақыттың белгілеуі T деген әріппен белгілейміз. Бірлігі мысалы С-системада секунд. Өлшейтін аспабы секундометр. Секундометр уақыт. Уақыт. Табу үшін біз жолды жылдамдыққа бөлеміз деген сияқты. ХБЖ дегеніміз не? ХБЖ дегеніміз халықаралық бірліктер жүйесі, яғни С-системасы деп айтамыз біз. Бұл жаңағы әлемде ең кең таралған жүйе және көптеген елдерде стандарт ретінде қабылданған. Мысалы, бұрынғы заманда өлшегенде бір қарыс, бір адым деген сияқты. Ол болғанда стандартты емес. Әртүрлі елде әртүрлі ұзындықтардың, мысалы уақыттардың бірліктері болған. Ал жалпылай дүние жүзі бойынша ортақ қолданылатын стандарттың бірлігін біз ХБЖ деп айтамыз деп түсінсек болады қарапайым тілмен. Ал ХБЖ жүйесінде негізгі осындай 7 өлшем бірлігі бар. Ұзындық, масса, уақыт, ток күші, температура, зат мөлшері және жарықтың ағыны. Бұл жүйе басқа да өлшемдермен үйлесімді. Мысалы, ал қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта біз физика ғылымы нені зерттейді және не үшін физикада тәжірибе болады, бірліктері болады. Бірліктерді, үлкен бірліктерді кішкентайына қалай айландырамыз? Және ХБЖ дегеніміз не? С-системасы дегеніміз не? Онда қандай бірліктер бар екенін көрдік. Келесіде біз сабағымызды бастаймыз.